Елде кадр әзірлеуге басым көңіл бөлініп отыр. Президенттің бастамасымен биылғы жылдың жұмысшы мамандықтар жылы болып жарияланғанында содан. Қазір маман сапасын көтеру қолға алынды. Осы мақсатта көптеген оқу орындары дуалды білім беруге көшті. Яғни студенттер тек теориялық біліммен шектелмеуге тиіс. Аудиторияда үйренгенін өндіріспен ұштастыруы қажет. Бұл жұмысқа ірі кәсіпорындар да атсалысып отыр. Олар студенттердің өндірісте тәжірибе жинауына септесіп келеді. Жалпы кадр даярлауға бизнестің белсенді араласқаны маңызды. Бұл бағыттағы жұмыстың аяқ алысы қандай? Студиямызға арнайы келген Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының президенті Санжар Мейірханұлы Тәттібеков осы тақырыпта кеңінен әңгіме өрбітуге әзір. Қош келдіңіз, қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң. Ең алдымен мына жаңада айтып өттік, шетелдегі білімді айтып жатырмыз ғой. Қазір мысалы тек аудиторияда отырып білім алу жеткіліксіз. Міндетті түрде барып, көріп, үйреніп барып. Енді осы тұрғыда диплом алған жастардың көбі мамандығына сай жұмыс таппай жатады. Оны мойындау керек. Жұмыс берушілердің дені еңбек тәжірибесі жоқ жастарды алғысы келмейді. Осы орайда дуалды білім беру жүйесі қандай көмек көрсете алады және қандай нәтиже берді? Енді Қазақстанда жалпы кәсіп-техникалық білім беру жүйесінде практикаға негізделген оқу үрдісі жүзеге асырылады. Оның ішінде ондай құралдардың бірлігі дуалды оқыту жүйесі. Дуалды оқыту жүйесі жалпы 10 жылдың көлемінде әрине біздің Қазақстанның колледжеріне енгізілген, ол жоғары оқу орындарында да бар. Бірінші кезекте дуалды оқыту жүйесінің басты қағидаты бұл екі жақтық жауапкершілік. Бизнес қауымдастығы, сонымен қатар колледжеріміз. Шамамен 60% жұмыс берушінің базасында немесе практикаға бағытталған оқыту үрдісі болатын болса, 40% теорияға бағытталған болады. Кей колледжерімізде 70-те 30% болады. Яғни 70-і практика. Енді бұның басты қағидатында жұмыс беруші өзі жалпы біздің студентімізді оқытуға алады, сонымен практикалық оқытуға, сонымен қатар теориялық оқыту колледж өтіп жатады. Заң жүзінде бекітілген қандай көмектер бар? Мысалға біздің студентіміз колледжде оқып жүріп, жұмыс орнында жұмыс жасай отырып, ақша да табады. Яғни өзінің 40 мыңға жуық стипендиясы болатын болса, 200-250 мыңға жуық оның жалақысы болады. Яғни оның өзі студентке көрсеткен үлкен әлеуметтік көмек. Сонымен қатар ол дуалды оқыту жүйесінде оқып жүріп, еңбек стажына қосылады. Яғни оқып жүргендегі жұмыс жасағаны бұл еңбек стажына қосылады. Әрине біздің мақсат осы жұмыс берушілермен бірлесе отырып, бірінші кезекте Атамекен ұлттық осы палатамен бірге отырып, дуалдық жүйеге қатысатын бизнес қауымдастықтың санын арттыру. Яғни қазіргі таңда бір 80 мыңнан аса студентіміз, 100 мыңға жуық студентіміз осы дуалды оқыту бойынша оқып жататын болса, оның жаңа өзіңіз көрсеткеніңізде оның пайызын үнемі арттырып отыруымыз керек. Бизнеске біз әрине дуалдық жүйенің тиімділігін көрсетіп отыруымыз керек. Яғни жылдан жылға бұл көрсеткіш артып келе жатыр. Жұмысшы мамандықтар жылында жұмысшы маманға деген сұраныс көп болғаннан кейін әрине жұмыс берушіде бірге қалай бірлесіп жұмыс жасаймыз. Осы көзде жалпы айтқанда процентін көбейтуге біршама іс-қимыл жасап жатыр. Бірінші кезекте колледждерді басқару жүйесінде былтырғы жылы санағанда 400 колледжімізге 600-ға жуық колледжімізге осы 400-ге жуық кәсіпорын қамқорлық жасайтын болса, қазіргі таңда жыл басынан осы тамыз айына шейін аралықта айтатын болсақ, 4100-ге жуық кәсіпорын 600-ге жуық колледжімізге қамқорлық жасайды. Яғни бұл оқу ағарту министрлігінің жасап жатқан үлкен жұмысы. Бұл кезекте салалық министрліктің де, сонымен қатар Атамекен палатасының да рөлі ерекше. Енді Санжар мырза, бұлай айтқан кезде, қарапайым айтқан кезде, бүгін түлек диплом алды, оны үйге апарып сандыққа салмай, ертең бірден жұмысқа бара алады. Солай ғой. Әрине. Енді жалпы жаңада айтып отырмыз ғой, осы дуалды оқыту жүйесі, ол бүгін ғана айтып отырған жоқ, осы бұрыннан бар нәрсе. Сіздер енді сол жұмысқа орналастыруға жалпы барлығын осы дуалды оқыту жүйесі арқылы тетік арқылы істейсіздер. Сіздер жұмысқа орналасқан, яғни
жұмысшы маманды ары қарай бақылап сұрайсыздар ма? Кәсіпорындар мысалы осы дуалды оқыту жүйесінде оқыған түлекті қаншалықты бағалайды, қандай баға береді? Енді статистикаға сүйенсек, жалпы анализға сүйенетін болсақ, дуалдық оқыту бойынша оқыған студенттердің сол кәсіпорында қалу көрсеткіші өте жоғары, 90%-ға шейін барады. Неліктен? Бірінші кезектен ол адаптациядан өткен, жаңағы жұмыс орнының басшылығы ол колледж түлегін, яғни машығы жағынан, дағдысы жағынан оны үлкен қолдауға ие. Өйткені ол жұмыс орнында бұл оқып жүріп, өз үрдісін көрсете жүріп, жалпы айтқанда тәжірибесін көрсете жүріп, ол белгілі бір өзінің көрсеткішін, өзінің беделіне ие болды. Яғни бұл ретте колледжеріміз әрине бітіргеннен кейін, түлек біткеннен кейін, бір жылдың көлемінде қалай жұмыс жасап жатыр, жалпы сараптайды. Бірақ енді оған сен сараптап 3 жыл бойы анализ жасап жүр деген ешқандай бір не жоқ, қағидат жоқ. Бірақ дегенмен де біздің колледжеріміз оның қалай жұмыс жасап жатыр, қандай көрсеткішке екен көрсетеді. Өйткені түлектермен жұмыс жасағанда траектория роста дейміз ғой, өсуі қалай, яғни жұмыскер болып кірді, бригадир, әрі қарай мастер, начальник цеха болды ма, цехтың бастығы, оның барлығы деңгейлік түрде қарастырылып отырады. Бұл ретте дуалдық жүйеде тағы да айтатын тәлімгердің де рөлі ерекше. Атамекен ұлттық кәсіпкерлік палатасы, оқу ағарту министрлігі бірге отырып, колледжердің базасында, немесе Атамекеннің предприятиялардың базасында тәлімгерлерді оқытады. Яғни өндірісті біледі, бірақ теориялық жүзде балалармен жұмыс жасауды білмеуі мүмкін, түлектермен, жастармен жұмыс жасауы, ол өзінің тәжірибесін бере алмауы мүмкін. Сондықтан да сол педагогикалық тетіктерін беріп, жастар өндіріске келгенде өндірістік шеберлер басқаша сөйлесіп, педагогикалық түрде сөйлесіп, оған белгілі бір тәжірибе береді. Өйткені өндірістің тілі де ерекше, педагогиканың да тілі ерекше. Енді осы 2 сұрақ қана қойып үлгердік, Санжар мырза. Енді біраз әңгіме айтуға болады. Бізді көріп отырған енді жаңа оқу жылына баратын түлектер болса, құлақ қағыс ата-аналарға да келесі сағаттарда жалғастырайық. Әзірге өзіңізбен қоштасайын. Қадірлі көрермен, студиямызда қонақта болған Санжар Тәттібеков, Талап коммерциялық емес акционерлік қоғамының президенті. Ал біз ары қарай жалғастырайық.